Қызанақ көшетін отырғызғаннан кейін бұталарыңыз бір орында тұрып қала ма? Жапырағы төменнен сарғайып, өзі бірнеше апта бойы өспей, енді не істеймін деп ойланып тұрғандай көріне ме? Онда мәселе көбіне отырғызғаннан кейін емес, дәл сол көшетті отырғызған шұңқырдан басталады. Көп адам жақсы көшеттің өзін бастапқыда қинап қояды. Біреулер қызанақты бос топыраққа отырғызып, кейін керемет нәтиже күтеді. Енді біреулер керісінше, шұңқырға қолына түскеннің бәрін салады. Күл де бар, көң де бар, қабық та бар, тыңайтқыш та бар. Содан кейін қызанақ өсе алмай, біраз уақыт тұрып қалады. Ал шын мәнінде жұмыс істейтін әдіс көбіне әлдеқайда қарапайым. Бүгін қызанақ көшетін отырғызғанда шұңқырға не салуға болады? Оны қалай дұрыс қолдану керек? Және ең көп жасалатын қателік қай жерде екенін айтамын. Бірден түсінікті болсын. Мен бәрінің жері бірдей, бәріне бір ғана әдіс жарайды деп отырған жоқпын. Қазақстанның өзінде топырақта, ауа райы да әртүрлі. Оңтүстікте күн ерте қызады, ал солтүстік пен орталықта көктем ұзаққа созылып, түн салқын болуы мүмкін. Бір жерде жер құнарлы, бір жерде топырақ жеміл, құмдауыт, тезгебеді. Егер сіздің жеріңіз көп жылдан бері жақсы өңделген, қарашірікке бай, тірі топырақ болса, қызанақ онсыз да жақсы өсіп жүрсе, шұңқырға суперфосфат салу міндетті емес. Бұл сиқыр емес, бұл жай ғана кәдімгі саяжай топырағында көшеттің тамырлануына көмектесетін қарапайым тәсіл. Егер жеріңіз аса майлы емес, кәдімгі бақша топырағы болса, қызанақ көшетіне жақсы бастау беру үшін мен бір шұңқырға бір ас қасық қарапайым суперфосфат салуды ұсынамын. Бірақ мұнда ең маңыздысы тыңайтқыштың өзі ғана емес, оны қалай салатыныңыз маңызды. Көп адам кеместің жартысын ғана естиді. Бір ас қасық дегенді есте сақтайды да, ары қарай қателеседі. Суперфосфатты шұңқырға сеуіп, үстіне бірден тамырды қойып жібереді. Міне, дәл осы дұрыс емес. Қызанақ көшеті отырғызылғаннан кейін бірінші кезекте жапырақ өсіруге асықпайды. Ол алдымен жаңа жерге үйренуі керек. Тамыры топыраққа жақсы жайылса, бұтада кейін мықты өседі. Ал егер тамыр тыңайтқыштың үстіне тікелей түссе, сіз көмектестім деп ойлағанмен өсімдікке керісінше ауырлық түсіресіз. Сондықтан шұңқырда тыңайтқыш бөлек үйіліп жатпау керек. Бір ас қасық суперфосфат салдыңыз ба, оны міндетті түрде топырақпен жақсылап араластырыңыз. Негізгі ереже осы. Енді қарапайым қадаммен айтайын. Алдымен көшетке лайықты шұңқыр қазасыз. Тек тамыры әрең сиятындай кішкентай кесік емес, көшет жайлы орналасатындай дұрыс шұңқыр болсын. Егер көшетіміз сәл созылып кеткен болса, оны біраз тереңірек отырғызуға болады. Бірақ оны алдын ала ойластырып қазыңыз. Содан кейін шұңқырға бір ас қасық суперфосфат салыңыз. Дәл бір ас қасық. 3 қасық емес. Көбірек салсам жақсы болады деп үйіп салу емес. Тыңайтқышта жомарттық емес, мөлшер маңызды. Суперфосфатты салғаннан кейін, оны шұңқырдағы топырақпен мұқият араластырыңыз. Міне, көп адам жіберетін қате осы жерде. Олар тыңайтқыш салсам болды деп ойлайды. Жоқ, ол тамырдың астында бөлек қабат болып жатпауы керек. Араластырып болған соң ғана қызанақ көшетін отырғызасыз. Көшетіміз мықты, сабағы жуан болса, әдеттегідей отырғызасыз. Егер сәл созылып кеткен, бірақ тірі әрі сау көшет болса, оны аздап тереңдетіп отырғызуға болады. Қызанақ мұны көбіне жақсы көтереді. Бірақ сабақты әдейі бұрап, шеңбер жасап, артық қимыл жасаудың қажеті жоқ. Қарапайым отырғызыңыз. Өсімдікке де, өзіңізге де қиындық тудырмаңыз. Көшетті қойдыңыз, үстінен топырақпен жаптыңыз, түбін сәл ғана нығыздадыңыз. Тамыр мен топырақ арасында бос қуыс қалмасын. Содан кейін қалыпты су құясыз. Батпақ қылып жібермейсіз, бірақ топырақ отырып, тамыр ылғал сезетіндей жеткілікті суару керек. Міне, бүкіл жұмыс осы. Шұңқыр қаздыңыз, бір ас қасық суперфосфат салдыңыз, топырақпен араластырдыңыз, қызанақты отырғыздыңыз, суардыңыз, және ары қарай оған бейімделуге мүмкіндік бердіңіз. Енді шұңқырға не салмау керек екенін бөлек айтайын. Себебі көп қиындық бірдеңе жетпегеннен емес. Керісінше, артық нәрсе салғаннан басталады. Шұңқырға қолыңызға түскенін бәрін сала бермеңіз. Күл, минералды тыңайтқыш, жұмыртқа қабығы, шірімеген көм, тағы бір қоспа, тағы бір халықтық әдіс деп бәрін бір жерге жинаудың қажеті жоқ. Қызанаққа қоймай емес, бұрыс бастау керек. Тыңайтқышты көз мөлшерімен де салмаңыз. Көбірек салсам, жақсырақ өседі деген ой, қызанақта жиі кері нәтиже береді. Бір ас қасық жеткілікті. Одан кейін өсімдік тек шұңқырдағы қоспамен емес, бүкіл топырақпен, дұрыс суарумен, күнмен және күтіммен өседі. Жаңа көмді шұңқырға салмаңыз.
Бұл ескі қателік, бірақ әлде көп жерде кездеседі. Жаңа көм қызанаққа көмек емес, артық қауіп. Әсіресе Қазақстанның ыстық, құрғақ өңірлерінде мұндай қоспа тамырды қинап, өсімдікті әлсіретуі мүмкін. Тағы бір нәрсені ұмытпаңыз. Жақсы дайындалған шұңқыр әлсіз көшетті бір күнде мықты бұтаға айналдырмайды. Егер көшетіңіз тым жемішке, бозарып кеткен, тамыры нашар болса, бір қасық суперфосфат оны бірден құлпыртып жібермейді. Бұл әдіс сау көшеттің жаңа жерге жақсы бейімделуіне көмектеседі, бірақ әлсіз өсімдікке керемет жасамайды. Енді ең маңызды қателікке келейік. Көп адам бәрін дұрыс істейді, шұңқырды дайындайды, суперфосфатты араластырады, көшетті отырғызады, суарады. Бірақ содан кейін қызанақты өз қолымен қинап жібереді. Бірі күн ыстықта жылжайды ашпай қояды, бірі келесі күні тағы суарады. Көмектесу керек деп, үстінен тағы бір нәрсе қояды. Бірі тамырланбай жатып қоректендіреді. Ал қызанақ ол кезде әлі жаңа жерге үйренікте үлгермеген. Мұнаны есте сақтаңыз. Шұңқыр бұл қызанақтың бүкіл өмірі емес, бұл тек жақсы бастау. Көшет отырғызылғаннан кейін оған тыныштық керек. Отырғызғаннан кейін күнде түбін қопарып, айналасын қаза бермеңіз. Қолға 5 түрлі бөтелке ұстап, әр күні бір қоспа құюдың қажеті жоқ. Ертеңіне бірден өсіп кетеді деп күтпеңіз. Қызанақ алдымен тамырын орнықтырады. Егер сіз оған дұрыс старт беріп, кейін артық мазаламасаңыз, ол өзі-ақ өсе бастайды. Қарапайым тілмен айтсақ, былай болады. Қызанақты отырғыздыңыз, жақсылап суардыңыз. Содан кейін бірнеше күн тыныш қалдырдыңыз. Артық су құймадыңыз. Ыстықта қақтамадыңыз. Ерте қоректендірмедіңіз. Айналасында босқа әуре болмадыңыз. Осындай күтімде шұңқырдағы дайындық шынымен пайда береді. Қазақстанда тағы бір нәрсені ескеру керек. Көп өңірде көктемде күндіз жылы болғанымен, түнде ауа салқындап кетеді. Ашық жерге қызанақты тым ерте шығарып жіберсеңіз, шұңқырға не салсаңыз да, өсімдік бәрібір тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан жер жақсы жылынғанын, түнгі суықтың өткенін күткен дұрыс. Ал оңтүстікте басқа мәселе бар. Онда күн тез қызады, топырақ тез кебеді. Мұндай жерде отырғызғаннан кейін суды дұрыс беру, түбін қатты құрғатпау және қажет болса, топырақтың бетін жеңіл жабындау маңызды. Бірақ бұл да шамадан тыс суару деген сөз емес. Суперфосфаттан культ жасаудың да қажеті жоқ. Егер жеріңіз жақсы болса, органика жеткілікті болса, қызанақ жыл сайын жақсы өнім беріп жүрсе, онда бұл әдісті міндетті түрде қолдану керек деп ойламаңыз. Онсыз да өнім болады. Ал кәдімгі саяжай топырағында бір ас қасық суперфосфат көшеттің бастапқы өсуіне жақсы көмектесуі мүмкін. Тағы бір маңызды ой. Қызанақ отырғызғаннан кейін келесі күні өсіп бітпесе, бұл жаман белгі деген сөз емес. Оны бірден тағы суарып, тағы қоректендіріп, тағы бір қоспа іздеудің қажеті жоқ. Өсімдікке уақыт беріңіз. Ол алдымен жаңа жерге үйренеді. Қысқаша айтқанда, схема өте қарапайым. Кәдімгі бақша топырағы болса, шұңқырға бір ас қасық суперфосфат салыңыз. Оны міндетті түрде топырақпен араластырыңыз. Қызанақты асықпай, дұрыс отырғызыңыз. Қалыпты суарыңыз. Содан кейін күтімді жүйке жұқартатын артық әуреге айналдырмаңыз. Егер қызанақ көшеті отырғызғаннан кейін ұзақ тұрып қалмасын десеңіз, шұңқырда әртүрлі халықтық қоспаның қоймасына айналдырмаңыз. Бір түсінікті, қарапайым әдіс кейде 5 түрлі бейберекет қоспадан әлдеқайда жақсы нәтиже береді. Ал сіз қызанақ отырғызғанда шұңқырға не саласыз? Суперфосфат па, күл ме, қарашірік пе, әлде мүлде ештеңе салмайсыз ба? Пікірге жазып кетіңіз. Қай өңірде қандай тәсіл жақсы жұмыс істейтінін бірге көрейік. Каналға жазылып қойыңыз. Алдағы пайдалы бақша кеңестерін өткізіп алмаңыз.